Kokuya ta ne teli, bu yerde turup ne teli. Kokuya ta bereki, bir yerden kaçıp keteli. Uşu turgan karkan, çetpecinde esen kan. Esen kandın özünü, koңурбайдын артынан кууп барганда ушу турган коң төрө арамдыгын ашырып Алмамбет кулду булганга жамандап ошондо мына ушундай иш кылып жоготмок болгон көзүмдү боемок болуп көзүмдү жоготмок болуп өзүмдү алтын такты карыккан алдап берип өзүмдү чукумак болгон көзүмдү мунун несин айтасың өзүңдөн калган канчайлак коңурдан тартып алдым деп өчкөн отуң тамыздым өлгөн жаның тиргиздим айланайын атаке ушу турган капырдын буркан тили дини болбойт деп кара динден ак болуп мусулман диндин алгын деп атакеме кеп айтсам менин атам Азизхан башын чайкап болбоду атакем айбан оңбоду кое тургун улум деп мечитине кириптир колодон соккун бурканды ак чүпүрөк булуруп келип мага туруптур мына кудай мына деп өзүмө берип турганда эгерде кудай бул болсо соруп көрсүн мени деп алып ташка чапкамын бир эсебин тапкамын минтип турсам атакем чорду болбоду айткан сөздү торгоду кайра чуркап атакем чымын жандан түңүлүп кай көтөрүп бурканды алып келип өзүмө мына кудай мына деп башын чайкап болбоду колунан жуулуп бурканды кара ташка чапкамын ушу турган бурканың чын эле кудай ал болсо сактап көрсүн өзүн деп жутуп көрсүн мени деп колундагы бурканды алты жолу атамдын колунан тартып алганда кара ташка чапканда кудай бетин көргөзбө менин атам оңбоду атакем айбан Азизхан кетели деп кеп айтсам атакем чорду болбоду карым келип курумсарып 32 кашка тиш качырата бек чайнап каныч менен чың кармап уңусу болоту чугуш өзүң көргөн жойкума кармай калап сабынан мына месең ата деп ата болбой жерге кир казылбай кара көргө кир деп ошентип атамды какшап турган атама төшүнө кылыч малгамын ошо кезде жойкома теп суруп алганда жанындагы сакчылар кудай бетин көргөзбө бул жорукту көргөндө кытайын чабакырап уйгу туйгу ошондо чаң тополоң чаң болуп бары каптап өзүмдү
байламақ болып қалылыптыр башыма оқ кигізіп жайламақ болып алылыптыр түрі қарма өзімді чуқып бір жақ көзімді құлақ башты кесуге сазайым едім беруге түрі қарма ошондо сен қандың алдына атасын өзі жеті деп алып еме баруға қамданған екен қытайлық мұны соны көргенде құдай бетін көргізбе өзің көрген сарала жебеден мұрын түйіліп саралаға жеткенмін бұл қытайың ошондо қапнап найза салғыча алтын таман үзеңгі тепе ұрғып мінгемін қолымдағы жойқыма ары берің ойнатып аралап кіріп қытайдың башын қағып нечінде қырып үйіп шыққанмын ошу көзді қытайдың сарайында шырағын бұтменен теуіп ырғыта сарайын өртіп тыңғамын алтындан тағымай қылдым айланайын қаманас ошондон атамазиз ханды қазып жай қылдым ей мұнын ошентіп тұрғанда ордодың ашып шыққамын құдай бетін көргізбе атар ұтып жер басып енекемдің қашына жетіп келіп мен сорды болғың кептің айтқанда шылбырдан алды шырқырап қағалайын енекем қақша бойлап сырқырап айланайын құлыным бежинге қазат баш таба бежинге қазат баштасаң енеңді түрі таш таба болбогон ишке чатылып қағылайын құлыным өді тартсам өбөгім ылдай түсім жөрегім көзімдің ашып көргенім сенден башқа қаран жоқ ушул тұрған енеңе енеңді түрі таш табай барған жерге алла кет егер өліп мен қалсам қоқу енем өлді деп емчектен жыттап бұрқырап көрімдігенен ойып кет белгілі жерге барғанда мен шордуны қойып кет деп ошентіп енекем құшақтап алып бұтыман қоя бермей тұрғанда қайрат қыл деп енемде ақ жазғанын көрем деп ажал жетсе өлем деп алтын башаман тұрғанда ушу тұрған қытайға қолына қантип түйшіп берем деп мүңкісе пенде чығалғыз торына қантип түйшіп берем деп ағырық чығалман бет алышып жатып өлем деп ақ жазғанын көрем деп сарайдан қашып шыққамын ошо кезде құрған жан қайран сордың енекем құлыным жалғыз болғанша асмандан ошондо ай қараңғы бүркілсе түн еміне болот деп жалғыз құрған құлыным қалың қытай қаптаса күн еміне болот деп ошо кезде енекем құлан сұрды тоқып бір айланайын құлыным деп ошентіп айтқанда таң сөгіліп атқанда тараза жұлдыз батқанда тору бенің құлыны
곤란 소르가를 마왈르감은 başına nokta salgamın gümüştün tağıp cügündü erdi toku valgamın katardap tartıp basmayıl kuşkandı kıskartıp kömüldürü uzartıp bar jaraktım barısın oğut bөгün қытай тон ашы тұрған құлын сұр қанжыға байладым құрал жарақ барысын құржунға салып қамдадым ерчиткенім ермәжек жай жарақты шайланып қайража чубулутай қар бетіммен айланып қылыш тығыя байланып құдай берген алтын жан озыма тиштеп алғамын тобы кел деп қытайға жаңжаңдалдап жаңжалдыға ту салуға мұнын ошондо қытайдың içinden қачып чугуга ошо көздө ойгулуп кулан сурду жетелеп таңга малым болгондо энекемди мингиздим салып жолго киргиздим ээрчиткеним 40 чоро атаңдын көрүдүн үйү Қытайдан табып алғаным бармақ тайда баж қошып бір кетті бітте кезде бірігіп тең туш өсіп қалғаным ұйғай тарған мажикті жолдош қылып алғамын жарақтың арбын қол жұмолалып ошо көзді Қытайдан қачып шықтым жол алып құдай бетін көргөзбө айдай сары таллаға келе жатқан көзімде ошол көзді сурасаң қалың Қытайға қанға қабарып ачым жетиптир түпежің чаптырбайт қанат туға қақтырбайт тұмшук туға чектирбейт құрған Қытай дедирбейт тентиген қалмақ дегизбейт қазды құшқа жегізбейт қаңғырған ақмақ дегізбейт атаңның көріманын асқа барып қонсоң таласқа барқыңды бүлчүңер ошол ичиң арырап турсаң жер жүзүнүн кең ошол аябай батыр шерир олсол сенин күрдөлүң тапчуңер ошол деп ошентип айтканда Annal Muhammed kep айтып қатындың сөзін біз ұғып қайрылбай кетсек көк шөйгө қандай болот деп айтып арырам өлгөн көк чөнүн кылган ишин куршубу бирге жигип ошондо өз көзүм менден көрөйүн ажалым жетсең өлөйүн деп ушинтип курган жан эрмажиктин колуна сараланын тизгинин ошондо биреп карматып сараладан түшкөмүн сандыргалы көк чөнү кан экен деп жүргөмүн катындай чалыш көк чөнү кийиши экен деп жүргөмүн ушу көздө көк чөнүн үйүнө кіріп караса атаңдын көрүрү саңгасак бектеринин барысы отырған екен қызышып текеден тері сызышып ортодо тұрған қан көкчө тағы түнде барбаят шалқадан түшіп жататардаят бұл көкчөнү көргөндө аман бұл көкчө батыр деп салам айтып күргенде амалын көрчү казактын Алманбет Қытай келгенде жарақты қолың алғын деп жақындабай Қытайға бойына қанжар ырғытып құрмандыққа чалғын деп
қазақтың қылған шекен өзім кіріп барғанда ызысыма жата албай суыма жабата албай арыстандай түрім көргенде жол босатып көзгөп қазақ қатыншаға аша берделе жол жарылып барысы бірін бірі төбелеп екі жаққа қашқанда ортадан жолдың ашқанда аман бұл көкке батыр деп салаудан саллам алейкум саннұрғалы көкше аман бұл көкше батыр деп осы кезде көкшеге оң қолды сұнып тұрғанда алик көкшең алған жоқ киши көрген жоқ киши деп білген жоқ ошондо сүйлөп қалмақ деп арам өлген қытайдың сөйлегенін қарачы тилі мұсайрап будайдай сөйлегенін қарачы атаңдың көрі қалмақты атаңдың көрі саңғазақ түрі қойбой жайла деп түрі мұны байла деп төбіне төшінде қазып қаққыла бірі сөбін тапқыла дөбі сөntіп бұл көкше ордынан көкше тұрбады қанша сөз айтсам бұл көкше айтқан сөзді құл ұқпады атаңның көрі бұл көкше төшегің бассам өң омбы төбеңін тисем қол омбы сенің жұрқаның басам оң омбы жұртыңа тисем қол омбы болып тұр көкше батыр деп аз екен сендің ақыл деп ордуман тұрып алғамын мынакей көкше батырға қоштасып қойым қолың бір деп сөйтіп қол сұнсам көкше батыр қол сұнды оң қолынан сілкенде көксілесің құндыз бөрік ұшып түсті башында бір сілкенде көкшені ырғыта сілкіп салғамын атаңның көрі көкшелге қатылғанда нетем деп қатын екен көкшеге қылыш ташып нетем деп айбалта ұлың алғамын алты құлақ тайғазан тайдың етін талқалап аш пышырып қойып тұр осы көзді бөрікі қайнап атқан қазанды алты бөле чапқамын миллесеуін тапқамын қылсаң еме қылып ал қыл албасаң саңғазақ тағы сондың енеңдал білгенің кеме қылып ал дөбі сөйтіп бөрікі қайрылып қарбақпай арқама тышқа қарай шыққамын алтын таман үзеңгі теппей ұрғып мінгемін жүрім ажиықке телевизияде тұрып нетели деп өшентіп құрған жан аттың басын ғана бұрып тұрғамын мұны сөйтіп тұрғанда шылбырдан алды чұрқырап аған айғызың аруру кө қаны көдің сеңдесе бол бойлап бұрқырап айтып тұрды зырқырап айланайым ол бар жүрегің айтып кет өзеңіңді қаран тас таба қалайманды бас таба бар жүрегің дайынын айланайын алла ке айтып кетті өзіме боздап тұрды ақ еркек қара жанын ошондо қинап тұрды ақ еркек чылбырдан алып чырқырап
ыйлап турдуагыр кеч ошондо туруп кеп айттым болбосун үзгөн шум карча айланып көккө сызармын теректи көрсөм конормун тербелбес төңгө төрсө так ошо жерде болормун деп ошентип айтканда болду битиң ак эркеч кокуйгулуу не дейсиң адамдын канын сен жейсиң түгөнгөн тонун урчукта түгөнгөнүп бүткөн тумшукта сол жагыңа кайрылсаң кара бура жери бор жылгындуу кең кол жери бар орчун кыргыз эли бор айкөл манас жери бар айкөл манас батырга бир түйүп өткүн деп эркештин айткан көбү бар булга бардың укканда ушу турган манасың кара сууга кан куйган қаңқор немеде деле айтқандан қайда тартпаған анқор немеде деле манынасыңа барбаймын бөтің өліп қалқаймын деп ошентип айтканда болбой жеңгем зыркырап ошондон айтып эле турду буркурайып муну ошентип калганда атаңдын көрүдүнү макул жеңе макул деп айткан сөзүң акыл деп өзүң айткан талласка жылгындуу кең кол манаска барып тийип өтөйүн батырың байкап кетейин кошаман бол аман бол деп ошентип коз тошуп сарала узун бургамын сандыргаулуу жолдошум о дүйнөдө колдошум ошо кезде мажикти кулан сурга мингизип эми жолго киргенде түгөнгөн тонун урчугун атаңдын көрүң ошондо адыр будур бел башып атаңдын көрү сары жон ошону басып алганда акайыңга жеткенде ошондо туруп ойлондум ок жуландай толгондум азактардым бул көкчө арагы тарап солукса эсине көкчө келер деп аркаман жетип бул көкчө кечирим сурап келер деп ошондо түнөп тим болдум эртең менен болгондо таң сөгүлүп атканда тараза жылдыз батканда сарала будан мингемин салып жолго киргемин кудай бетин көргөзбө ошол жолго киргенде та 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 кай деп айкайлаган көп казак ага саба туу болуп асман жарган чуу болуп көк саба туу болуп көк жаңырган чуу болуп карма 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 деп кармачы болсоң жайла деп эки колун байла деп калың казак катынча ошондон аркаман кууп алыптыр сары өзүмө чөп салып саргара кууп алыптыр ку өзүмө чөп салып кубара кууп алыптыр бул казакты көргөндө калмактан жылкы качкансып катынын карара баскансып арарам өлгөн казактын бул эмне кылганы андан көрө казакка айкырып найза сунайын деп ошентип бир эки казакты беттеп барганда айдалыга асынган ал экен кандан сырбараң айдалыдан алганда ошо көздө казакка тиктеп мылтык сунганда колуман алып эрмажек ошондо туруп бир эки сабыр кылгын аллаке ушу турган казакка мылтык менен кирбестен жарак менен кирбестен камчы менен кирелик ушу турган казактын
들새기는 일일릭 살arkanı jaylatıp sаңazak tıngaydatıp oşu turgan gökçönün alın kol ordosun gözдөй sürölügöy деп ушун тум айтканда мунун ушун тогурган жан мажигим какчап турганда колумдагы бараңда кайра чок тобимерип далыга салып жиберип бул айтканың акыл деп макул бажик макул деп ошо көзү береке каража камчына оң колума илгемин ушу турган казакты камчы менен ошондо карсылдатып күргөмүн бир кезектү караса көк ала минип бол коюп казактардын сум көкчө алдыман туруп калылыптыр бул көкчөнү көргөндө тилек тугудай берди деп тиктегеним келди деп качарып барып көкчөнү көк аланын үстүнөн бир жыга чаап алгамын бир чапкандан чыгарбай жыга чаап салгамын алдындагы көк ала жерлеп чыга бергиче олжо деп кармап алганда кайрылып жолго салганда көкчөсүң аттан түшкөндө калың казак ошондо барың аттан түшүп тур тизечи жерге бүгүлдү ошо кезде алмаңа ошо кезде сан казак урушпайбыз алмам деп ошо кезде келиндей болуп жүгүнүң аты колго тийгенде олжолуп алып кайтканда ошо көзү береке агача келин агыр кеч жолуман тозуп туруптур көкчөнүн атын алылба деп канатынан кайрылтып бул атынан айрылтып көкчөнүн атын алыба деп айланайын куюл батыр болсоң ер болсоң телегейи тең болсоң аттын озун берекер деп ошентип береки эки тизгин бир чулбур акырке сурап турганда бирөөнүн атын алып не тейин казактын атын алганда не муразга жетейин мунун тоонун кийип не тейин көкчөнүн тоонун кийгенде не муразга жетейин деп ошентип көк аладай будандын атын жеңең алган деп эки жердин бир чылбын ошо кезде береке какшап турган ар кеч мегин жеңең алгын деп ошондогу акыр кечкен ыргытым атын берип көкчөнүн ошо көзү береке бери карай салгамын атаңдын көрүдүн үйү эчен талла түзөңдү эчен күнүнү баскамын имерилген урчукту казактын сары кайнаган ошондо кумду талласын мажик менен баскамын эчен белдүү тайпаңды мажик менен ажкамын ошо көздү караса күндөп түндөп жол жүрүп ат аябай мол жүрүп түгөнгөн тоонун урчукка түз салынган тумчукка оролмо тоонун урчукка оңурайган тумчукка жакын кирип барганда кайрылып шондо сол жака мына ошондо келгенде ол язада кампыккай келеримди милиптир ак тулпар сундуң ат минип желмаяндай бул төгө кызыл куршун артынып алдыман чыкты жалгыз жан ошол жанды караса оңдалысы кең экен ойроту бузар жер экен сол далысы кең экен
솔론도 부사를 쉐르레켄 발면에 노순 차에 가간 아담든 서러름 바에 가간 하왕바 가야가르야 악사칼르 미스테 düştöde 우수칸 미스테데 gümüştöya paksakalı güngöti ipcar ketip oşul gözün avakem joluman tozu balılıptır canına jakın barganda salodon salum aleyküm aman babatır emidip aldıman çıkıp balılıptır alыс жүріп жол тарчап чарчап қалған көкенсің атаңның көрің азапты башыңан көп өткөріп чарчап тұрған екенсің айланайын құлылыным біз өргөге бара кет өргөге күнің салы кет екі түнгі бір күнге батыр алмағың деп бақай айтып қалғанда бақайдан алик алғамын осы кезде бақайға ақсақал айтып тұрғанда бақай мындай кеңес қылғанда ақсақал жан кешенін сөзін екі қылсам болобу қылған адам оңобу деп осынтіп ойлап ачқа болған құрған жан бақайдың тілін алғамын ері чөбалып бақайды осы көзді талласын өзіне барып тұрғамын төрткүлдің төмен жағына айкөлдің салған тамына алып барып зор бақай осыл тамға кіргенде тегересі чынын арбақ қалымдап соққан дубалтақ осыл жерге барғанда қабылан батыр манатын өргөсүнө барғанда осыл кезде қарасаң оң жағы манғыр он жігіт сол жағы мансо он жігіт асараладай бұтанды оздығынан алделе тақ көтеріп алмаңды түшіріп жерге қалделе осы кезде қарасаң ақ өргенің içine алып кіріп барғанда атаңдың көрі дүние сақшылары саннан көп сүрдіп албанандан көп ошоны көріп алғамын аң-таң қалып таластын қоздығын көріп таңданып мұны сөнтіп қалғамын ошол үйге кіргенде ақтас торқын жайылы қантың қардай топырып сары майын опырып жаңғақ менен минжил аш қайнатып қойдырып борсоғын төгіп ошол жер қойған екен қаныкей тас торқынның үстінде бары жоқтың бары бар қайдан сұлу қаныкей дүрдүйімдің барысын көрген екен қарқы бар набатын қардай топырып мұнын ошентіп жер жаңғақ түрін қойған екен деп сусап кірген батыр деп мұны ошонто төр жаққа ошондо көзді салып қараса майланған будай жүзденіп күгім туман көзденген қара чарық ауылан қапталында чамынған чоллық көсөгі қарсан жандай салып қамынап көзі көлдің бұтқылдай көрсе жанды жұтқудай жалаяқ оз жарғабақ ермей чөсін көргенмін осы кезде манынастын жалы шығып сөзінің жалыны шығып көзінің
하루도 만나서 그르근데 만났던 둘은 그르근데 알라도 도이상 가이간 아이 걸든 둘은 그르근데 목코노 sögüm bol gitti oşo gözden almanbet manastı görüp sol gitti manastı görgünde akalpak tuğur kızdan kanın uşul eкен деп қара суға құйған манас ушул екен деп алла тойсан қайған шері ушул екен деп алақандай қырғыздың шері ушул екен деп манасқа барып ошондо салодон салом алейкум деп ошондо батыр деп амансың бу батыр деп манасқа салам мен айтсам асало алек салам батыр деп аликти манас ошондо алик алды заң кетип манастын түрүн көргөндө эки колум бурумда тизем жерден бүгүлдү кыргыздын ушул манаска тазим кылып жүгүндү мунун ошондо ай көлчөр ыразы болуп байбалмаңа орундуң алгын батыр деп жанына манас ошондо орун берип турганда бир кезекте караса ургачынын пашасы кең көйнөктүн тазасы кара сурдун сулусу ургачынын урдусу кайыптын кызы каныке касиеттүү жан экен колуна сунуп кымызды алдыма каныз суңганда алып жутуп алмаңдын өзөгүнө өртүшүп алты күнү суу ичпей аш ичпей кара таш ичкен ошол кезден алмаңдын өзөгү күйүп турганда кумуз жутуп алганда өзөгүм өртүшүп чачап кете таштадым кылт этип жутуп алганда ушул манас батырга акылманды бакайга ач көздүгүм билгизбей ачкалыгым билгизбей ооз тийип кымыздан алып жерге койгондо анда бакай болбоду алдыңа тарткан кымызды калтырбай тартып ийгенде бакай апам ошондо мындай кепти кылганда алып бул кымыз байтал менен балгамыз калтырбай тартып ийгенде чекемен терим сызылды ошол кезден алмаңдын ачкалыгы билинди атаңдын көрү күдүнү